Бүгінгі видеомызда осындай формаларды однотонный түске бояйтын боламыз. Сіздерде шамалы шығып жатса, осылай однотонный түске бояп тастасаңыздар болады, сонда байқалмай қалады. Енді бұл жерде көрсете кетейін, қандай краскалармен бояйтынымызды. Мен сіздерге тегін сабағымда осы қара грунтпен бояуды үйреткен едім. Бұнымен сіздер қара түсті декорды шығарасыздар. Және түсі ақ болмаса, формаларыңыздың осы Артионстың ақ грунтовкасында қолдансаңыздар болады. Одан кейін бұл бізде акриловый краскалар, Каденстің акриловый краскасы. Бүгін осы қызыл түспен бояуды үйретемін. Одан кейін бізде Каденстің гибридный краскалары. Гибридный красканың ерекшелігі бір жағылғаннан өте жақсы жағылады және кішкене глянцевый эффект береді. Бүгін осы розовый түсті қолданамын және сіздерге бонус сабақ ретінде осындай золотой түске бояйтын боламыз бір молтымызды. Осындай кішкентай пасуды араластыру үшін қасығымызды және кішкене таза су алып аламыз. Және бізге синтетический кистімен осындай губка қажет болады. Қазір осы үш түсті үш формаға бояйтын боламыз. Бізде бұл жерде акриловый краска қызыл түсінен, мына жерде гибридный краскамыз бізде розовый түсінен және бұнда 120 алтын деген золотой түсіміз. Каденс краскасының бір жақсысы, олардың сроғы өтіп кетсе де краска өзінің қалыбын жоғалтпайды, сондықтан қанша сақтасаңыздар да бұл өте қажетті краска деп ойлаймын. Ең бірінші осы алтын түсті бояймыз. Осындай бір посудамызға краскамызды кішкене құйып аламыз. Краскамыз қою болса кішкене, тек көп емес, кішкене ғана таза судан қосып жіберсеңіздер болады. Көбіне акриловый краскаларға қосқандарыңыз жақсы, негізі Каденстің краскалары ондай қатты қою емес. Ең бірінші қолданбас бұрын шайқап алыңыздар. Бірінші слойды біздер осылай жаға бастаймыз. Бұл алтын түсіміз жақсы шығу үшін біз формамызды 2 немесе 3 рет бояйтын боламыз. Каденстің бұл краскасын таба алмасаңыздар, Радуганың Gold Zolото деген металлик краскасы бар. Суретін осы жерде тастап кеттім, соны қолдансаңыздар болады. Дәл осындай эффект береді. Краскамызды кисточканың ұшымен ғана аламыз, соны бірінші формамызға барлығын жағып аламыз. Сосын қайтадан краскамызға батырып, қайтадан солай қайталай бересіздер. Сонда формамыз идеальный боялатын болады. Бірінші слойымызды 10-15 минутқа кептіріп қойып, қасығымызбен кистімізді жуып аламыз жылы суға. Екінші бізде Каденстің гибридный краскасын қолданамыз. Гибридный красканы шкатулкаға жағам деп шештім. Өзіме қатты ұнайтын краскалардың бірі осы менде гибридный краска. Бұның түстері өте көп, бірақ ішінен жақсылап, дұрыстап таңдап алыңыздар керекті түстеріңізді. Бір жаққаннан өздеріңіз байқайсыздар қандай жақсы бір тонда жағылатынын. Ең бірінші осылай краскамызды шайқап аламыз. Содан кейін барып ыдысымызға құйып, кішкене қою болса су араластырасыздар. Ал жақсы болса, онда солай жаға беріңіздер. Байқап отырсаңыздар, бір слойдың өзінде краскам жақсы жапты форманы. Бұдан кейін тағы бір рет қолданам, соның өзі жеткілікті болады бұл формаға. Формаларды бояған кезде біз үстіңгі бөлігін бояп аламыз. Ең бірінші бірнеше слоймен, содан кейін барып қана төменгі бөліктерін бояймыз. Гибридный красканы мен мақтамасам да көріп отырсыздар, қандай жылтырап тұрғанын, ішінде лагы бар, лакпен сыртына боялып қойған краска сияқты көрініп тұр. Бір бояғанның өзінде барлық жерді жауып, сіздерге даже кистінің бояған разводын көрсетпей тұр. Тағы да кистімізбен қасығымызды жуып келеміз. Келесі краскамызға дайындап, сіздер бір уақытта бірнеше красканы қолданбайсыздар ғой, бірақ та кистіні міндетті түрде жуып отырамыз. Себебі бұл краскалар қатып қалуы мүмкін. Әсіресе гибридный краска өте кетуі қиын краска. Үшінші бізде акриловый краска, суретшілердің қолданатын краскасы. Бұл краскаға да кішкене су құйып жібереміз. Бұл красканы бірнеше слой краскілемесе, бұл ашық көрінеді. Сондықтан жақсылап краскілеуге кеңес беремін. Сіздерге акриловый красканың Каденстікі емес, басқа фирманыкін беретін боламын төменде. Сол жерден соларды қолдансаңыздар болады. Жақсы деген акриловый краскалардың магазиндерін тастаймын. Мен қазіргі уақытта акриловый красканы қолданып жүргенім жоқ, себебі маған гибридный краска өте қатты ұнайды. Керек кезде мен сонымен ғана бояп жүрмін. Сіздерге осы жерде бір кеңес айтып жіберейін.
сіздер осындай красканы қолданар кезде бір кисточканы арнап қойыңыздар. Менде бұған арналған кисточка бар негізі, бірақ видеоға түсірердей күйде емес, сондықтан мен басқа кистімен түсірген болатынмын. Және лакқа арналған бір кистіңіз, жаңағыдай грунтовкаға арналған бір кистіңіз болсын. Әрбір затты қолданғанда сол кистімен қолдансаңыздар, сіздердің декорларыңыз идеальный болып шығады. Өйткені бір кистіні лакқа да, грунтовкаға да, краскаға да қолдана беруге болмайды. Ал енді қазір екінші слойымызды бояп бастаймыз. Жаңа айтқанымдай кистіміздің басын жылы суға жуып келеміз. Міне байқап отырсаңыздар, уже біздің алтын түсті краскамыз жақсы жабылып жатыр, формамызды жақсы жауып жатыр. Осылай бірінші үстіңгі жағын толықтай бояп кептіріп алғаннан кейін төменгі жағын бояйтын боласыздар. Себебі үстіңгі жағын бояп, одан кейін төменгі жағын бояйтын болсаңыздар, жоғарыдағы бояған сіздің бояуыңыз кеппей, ол бүлініп қалуы мүмкін. Сондықтан асықпай күтіңіздер. Ал екінші бізде гибридный краскамызды бояйтын боламыз. Бір слойдың өзі бізде идеальный болып тұр. Гибридный краскамыз даже қолымыздағы перчаткамызден де кетпей тұр. Сондықтан екінші слой бояп, бұнан кептіріп, содан кейін төменгі бөлігін бояйтын боламыз. Ал келесі акриловый краскамызға осы губкамызды қолданамыз. Губка бізде көбіне подностарды бояғанда жақсы көмектеседі. Себебі бізде кистіміздің боялған іздері қалып қояды. Сондай кезде осындай губканы қолданған жақсы. Бұнымен лактасаңыздар да болады, бірақ көп көлемде алып қоймаңыздар, себебі кішкене бүлдіріп жібереді формаңызды егер көп алсаңыздар. Осындай форманың тек сыртқы бөлігіне қолданамыз, ішкі бөлігіне кистімен бояй береміз. Көз алдарыңызда екі слой боялған біздің декорларымыз. Енді төменгі бөліктерін осылай бояйтын боламын, сосын сіздерге результатын көрсетемін. Енді сіздерге бұл аздық етіп жатса, тағы да краскамен боясаңыздар болады. Главное, сіздерге қалай бояу керектігін, қандай краска алу керектігін үйреткім келді. Төменгі бөлігінде барлығын бояп шықтым. Результаты осындай болып шықты. Қай красканы таңдайтыныңызды енді осы жерден өздеріңіз ойлап алсаңыздар болады. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Келесі видеомда көріскенше.